Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет шоколадты брауни атты печенье дайындайтын боламыз. Менің арнамнан түрлі рецепттерді бассыздар. Жіберіп алу үшін подписаться кнопкасын басып қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Печеньені дайындау үшін ең алдымен біз осындай шоколадты бөліп, үстіне сармай қойып, водяной баняда ертіп аламыз. Ол ерігенше бір жұмыртқамызға біз берілген мөлшердегі қантты қосып, әбден ағарғанша жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Яғни аппақ көпірге айналғанша жақсылап миксерлейміз. Кейін осы миксерлеп алғаннан кейін, осындай аппақ масса пайда болғаннан кейін, жаңағы ертіп алған шоколадымызды қосатын боламыз. Шоколадты кішкене салқындатып барып қосыңыздар. Оны да жақсылап тұрып миксермен араластырып аламыз. Оны жақсылап араластырып алғаннан кейін, електен бір шай қасық разрыхительмен берілген мөлшердегі ұнды жақсылап тұрып електен өткізіп аласыздар да, ұнға жаңағы массамызға қосып, қасықтың көмегімен жайлап отырып араластырасыздар. Миксермен емес, қасықпен араластырасыздар. Қою консистенция пайда болуы қажет, біртіндеп қоса отырып араластырыңыздар. Осындай соны қасықтың көмегімен саласыздар. Бір қасық емес, жарты қасық етіп, ас қасық етіп салсаңыздар да жеткілікті. Осындай барлығына салып, духовкада 180 градуста 15-20 минут піскенше, дайын болғанша пісіріп аласыздар. Яғни өздеріңіздің духовкаларыңызға байланысты ол печеньелардың пісуі, тіпті 25 минут уақыт алуы да мүмкін. Кейін суытып, осындай шаймен берулеріңізге болады. Міне осындай печеньеларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, видеоға лайк басып кетуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, сау болыңыздар.